Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгінгі видеода біз 1 минуттың ішінде WhatsApp-қа арналған стикерлерді жасап үйренеміз. Сондықтан кеттік. Алдымен бізге екі ғана құрылғы керек, ол PixArt және персональный стикері. Сондықтан алдымен соларды жүктеп алыңыз. Ал келесі кезекте бізге стикерімізге сурет таңдау керек. Суретіңіз жоқ болса, сіз дәл осы кезде суретке түсе аласыз, ол үшін әртүрлі эмоциямен суретке түсу керек. Енді ең қиыны мен ең маңызды саты ол суретті өңдеу, яғни оны қиып әртүрлі фильтрлерді қою. Солай біз PixArtқа кіреміз, плюсикке басып суретімізді таңдаймыз. Солай суретімізді таңдап болып вырезать дегенге басамыз. Человек. Солай бізге PixArt автоматты түрде адамды қиып береді. Өңдеу керек жерлерін қарандаш, өшіргіш және жаңа превью деген нәрсемен алдын ала көре аласыздар. Стикеріміз әдемірек көріну үшін шекараларын аққа бояймыз. Стикеріміздің эмоциясын нақтылау үшін текстке басып, белгілі бір текстті жазамыз. Менің жағдайымда ол "Oh my god". Және соңында керек емес жерлерін, яғни артық жерлерін қиюды ұмытпаңыздар. Маска неғұрлым үлкен болса, соғұрлым чатта да үлкен көрінеді. Біз жарты жолдамыз біздің шедевральный стикеріміз жасауға. Алдымен сұрақ туындайды. Біздің қиған суреттерімізді қалай WhatsApp-қа стикер қылып жібереміз? Енді ол үшін бізге осы персональный стикері көмектеседі. Сонымен персональный стикерға кіреміз. Ол жақта автоматты түрде PixArt деген папка шығады. Бірақ сіз өзіңіздің жеке пакетіңізді шығарғыңыз келсе, плюсикке басып, пакетіңізді істей аласыздар. Бірақ ол жерге минималды түрде 3 стикер қажет. Солай мен өтірік тағы да 2 стикерді қоса салдым. Солай WhatsApp-қа кіреміз. WhatsApp-та осылай автоматты түрде сіздің стикерлеріңіз шығады. Солай енді спокойно соларды жібере бересіздер. Voilà, біздің стикеріміз дайын. Енді осымен ләззаттанып, сіз сообщенияларыңызды көркейтіп, одан сайын қызықты етіп, достарыңызды, туысқандарыңызды қуанта аласыздар. Және достар, WhatsApp-та менің жеке стикерлер жинағым бар, бірақ өкінішке орай барлықтарыңызға оны WhatsApp-тан жібере алмаймын. Бірақ оны Telegram-да таба аласыздар. Менің Telegram каналымда закрепленное сообщениеде менің тұңғыш стикерлер жинағым тұрады. Егер де сіздерді Telegram-ға жасағыңыз келсе, онда маған лайк басыңыздар. Сол кезінде мен келесі бөлімде Telegram-ға жасауды да үйретемін. Себебі ол WhatsApp-қа қарағанда қиынырақ, белгілі талаптары да бар. Достар, менің алғашқы видео туториалым ұнады деген ойдамын. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Сау! Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.